Бүгін қазақтың ұлы ақыны, ойшылы Абай Құнанбайұлының туған күні. Осыған орай біз Шымкент қаласының тұрғындары Абай туралы қаншалықты біледі екен деген сұраққа жауап іздеп көрдік. Бүгін кімнің туған күні деп ойлайсыз? Бүгін Абай Құнанбаевтың туған күні, менің қызым туған күні. Абайдың шын есімін білесіз бе? Ибрахим. Абай деген есімді кім қойған? Әжесі. Абай туралы ең танымал роман қалай аталады? Абай туралы роман ба? Мұхтар Әуезовтің Абай жолы шығар? Абай жолын кім жазды? Мұхтар Әуезов. Бүгін кімнің туған күні деп ойлайсыз? Абай Құнанбаев. Абайдың шын есімін білесіз бе? Ибрагим. Абай деген есімді кім қойған? Әжесі Зере. Абай туралы ең танымал роман қалай аталады? Білмейді екенбіз. Бүгін кімнің туған күні деп ойлайсыз? Абай Құнанбаевтың туған күні. Абайдың шын есімін білесіз бе? Абайдың шын есімі кім? Мыдан келетін. Абай деген есімді кім қойған? Ой, айналайын. Білмейді екем. Абай туралы ең танымал роман қалай аталады? Абай жолы. Абай жолын кім жазды? Мұхтар Әуезов. Бүгін кімнің туған күні деп ойлайсыз? Абай Құнанбаевтың туған күні бүгін. Абайдың шын есімін білесіз бе? Ибрахим. Абай деген есімді кім қойған? Абай деген есімді анасы қойған болды. Абай туралы ең танымал роман қалай аталады? Қара сөздері ғой оның. Абай туралы. Бүгін кімнің туған күні деп ойлайсыз? Бүгін Абай Құнанбаев. Абайдың шын есімін білесіз бе? Ибрахим. Абай деген есімді кім қойған? Әжесі ма? Абай туралы ең танымал роман қалай аталады? Роман. Абай жолы. Абай жолын кім жазды? Мұхтар Әуезов. Абай Құнанбаев. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмірін алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рағым ойлап қой. 5 асылсыз көнсеңіз, жамандық көрсең нәфратлі, оны суытып көңіл тыйсаңыз. Жамандық көрсең ғибратлы, оны ойға жисаңыз. Болмасам да ұқсақпақ, айтпа ғылым сүйсеңіз. Болмасам да ұқсақпақ, бір ғалымды көрсеңіз.